Жошы әулеті Қазақстан аумағында 1224 жылдан 1860 жылдарға дейін 6 ғасыр билік жүргізген. Бұл Қазақстан тарихы үшін маңызды кезең, мемлекетіміздің алтын ғасыры дей келіп, тарихшылар Жошының өмірбаянына тоқталар болсақ, тұлғаның туған жылы хақында нақты тоқтам жоқ. Бірақ бұл адам ұлы қаған Шыңғыстың үлкен ұлы екені шындық. Жошы хан 1225 жылы дүниеден өтіп, ұлыс билігі екінші ұлы Батудың қолына көшеді. Ол 1256 жылға дейін ел басқарды. Одан кейін Батудың ұлдары Сартақ пен Ұлақшы аз ғана уақыт билік құрса, 1257-1266 жылдары Берке ел биледі. Бұл кезеңді Жошы ұлысының еңселі дәуірі дейді тарихшылар. Одан кейін Мөңке Темір 14 жыл, Тұла Бұқа 4 жыл, соңында Тоқты, Өзбек, Жәнібек хандар кезектесіп билік басына отырды. Бұл билеушілерді тарихшылар Жошының өз ұрпағынан шыққан хандар деп есептейді. Сарыарқа даласы кезінде саяси оқиғалардың алқабы, Алтын Орданың кіндігі. Бүгін біз қарастырып отырған Жошы хан күмбезі Ұлытау облысы Жезқазған қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 50 шақырым жерде, Кеңгір өзенінің жағасында орналасқан көне архитектуралық ескерткіш. Жошы хан Шыңғыс ханның үлкен ұлы, Жошы ұлысының негізін салушы, қазақ хандарының арғатасы. Кесенеде сақталған таңбаларға қарағанда, оны салуға Жошыға бағынған тайпалардың бәрі, яғни Оғыз, Арғын, Қыпшақ, Керей, Найман, Қоңырат, Қанлы түгелге дерлік қатысқан. Кесененің тұрғызған уақыты бойынша кей ғалымдар Жошы хан қайтыс болғаннан кейін 1 жыл көлемінде салынды десе, өзге ғалымдар Жошы ханның ұлы Берке ислам дінін қабылдаған тұста әкесіне арнайы кесене тұрғызды деген деректер келтіреді. Жошы хан күмбезі жайлы негізгі деректер Шоқан Уәлихановтың жазбаларында, Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың сызбаларында, сонымен қатар Әлкей Марғұланның еңбектерінде алғаш рет айтылып зерттелген болатын. Ежелгі құрылыс әдісінің бірі күмбез орнату. Ол Жошы хан күмбезіне тамаша шешімін тапқан. Құрылыс материалдарына күйдірілген кірпіш, ғаныш пайдаланылған. Қазір кірпіштердің кейбір сынықтары ғана сақталған. Қабырғаның үш жағынан сөрелеп шығарған белдеулердің үстінен 2 қабатты зәулім күмбез орнатқан. Ішкі күмбездің биіктігі 7 метр, салмағын жалған еңсе шығару тәсілімен белдеулерге жайса, сыртқы күмбездің биіктігі 8 метр, 16 қырлы барабанға отырғызған. Ішкі қабырғаларында таңбадан басқа ешбір әшекей жоқ, еденіне қалақ кірпіштер төсеген. Жарық кесененің екі жақ бүйірінен барабанның астына шығарылған терезелерден түседі. Күмбез бедерлі қала кірпіштермен әшекеленген. Күмбезге жүргізілген археологиялық қазба жұмыстары кезінде 2 қабір табылған. Қабір ішінен тақтай табытқа жерленген адамның сүйегі шыққан. Сүйектің оң қолы жоқ екендігі анықталды. Бұл Жошыны аң аулап жүргенде құланның айғыры шайнап өлтірді деген халық аңызына сәйкес келеді.